оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз шахмат ойынында ең маңызды фигураның бірі корольді қарастыратын боламыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы король және корольдің жүріс жолдары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балаларды шахмат тасы корольмен таныстыру, бастапқы жайғасымда король қайда тұратынын түсіндіру, балаларды корольмен жүруге және жеуге үйрету, шабуылға шығуға болмайды, корольге жақындамайды ережелермен таныстыру, ойынның құпияларын игеруге қызығушылықтың, зияткерлік қызметке деген сүйіспеншіліктің, еңбексүйгіштік, қиындықтарды еңсеруге тырысу және бастаған істі соңына дейін жеткізу негіздерін салу. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз король туралы қарастырып жатырмыз. Шахмат ойынында, шахмат тақтасында әр ойыншыда бір-бір корольден болады. Шахмат ойынында біздің басты мақсатымыз өзіміз қорғана жүріп, қарсылас ойыншыға шабуыл жасай отырып, корольне мат беру болып табылады. Яғни сіздер мат беру арқылы жеңіске жетесіздер. Корольдің шахмат тақтасында бастапқы орналасу реті, яғни ақ ойыншының королі бізде Е1 шаршысында орналасады. Ал қара фигуралармен ойнайтын ойыншыда Е8 шаршысында орналасады. Енді сіздерге корольдің жүріс жолы туралы шахмат тақтасында түсіндіріп өтейін. Қазір біз тақтада корольдің жүру аймағын қарайтын боламыз. Яғни бізде шахмат ойынында ең маңызды фигура бұл бізде король болып табылады. Ол ақтарда Е1-де, қараларда Е8 шаршысында орналасады. Яғни король бізде ең былайша айтқанда мықты фигура болып табылады. Бірақтан да енді біз басты мақсатымыз осы корольге мат қою. Яғни шахмат фигурасында жалғыз фигура, желінбейтін фигура осы король. Басқа фигуралардың барлығын біз жей аламыз. Яғни мысалы айтып отқан ладья, ферзь, слон, конь, пешка, біз барлығын жей аламыз. Тек қана корольді ғана жей алмаймыз. Яғни король бізде маңызды фигура болып табылады. Шахмат тақтасында, шахмат ойында біздің басты мақсатымыз өзімізді қорғай отырып, қарсылас ойыншыға шабуыл жасау. Яғни қарсылас ойыншыға, қарсылас командаға, қарсылас корольге мат беру. Яғни сіздер мат берсеңіздер, онда жеңіске жеттіңіздер деп санауға болады. Енді шахмат тақтасында қандай ережелер бар? Шахмат тақтасында бізде корольге жақындамайды деген ереже бар. Яғни корольдің бір шаршы бос, әрқашанда бір шаршы бос тұру керек. Яғни бір-біріне корольдер еш уақытта жақындай алмайды. Және корольдер бізде бір ғана жүріс ходын жасай алады. Олар басқа фигуралар сияқты екеуден, немесе үшеу-төртеуден жүріс жолдарын жасай алмайды. Оның жасау жолы тек бір-бір ходтан, бір-бір жүрістен ғана жасайды. Егер де король орталық шеткі аймақта тұратын болса, оның 5 аумақта жүретін жолы бар. Ал егер де шеткі аймақта орналасса, А1 шаршысында ойнаса, оның тек 3 шаршыға жүретін мүмкіндігі бар. Ал егер де ол орталықта орналасатын болса, онда 8 аймаққа жүріс жолында жүре алатын, шаршысына жүре алатын мүмкіндігі бар. Мінекей сіздерге көрсетіп отқанымыздай. Енді бізде король қалай жүре алмайды? Оған яғни шах берген уақытта немесе шахтың аймағына түсіп қалған уақытта ол жүру мүмкіндігі бола алмайды. Мысалға король бізде Е2 шаршысына баратын болса, оған баруға мүмкіндік жоқ, себебі слон, қарсылас ойыншының слоны тұр диагональ бойымен. Неке, сол себепті мұнда ол бара алмайды. Яғни Е2 шаршысына ол бара алмайды. Ол тек Е1, D2,
С1, С2 жолдарына ғана жүруге мүмкіндігі бар. Яғни сіздерге түсінікті болғандай, король, яғни шаққа түсіп қалған аймаққа еш уақытта жүре алмайды. Мысалға, дәл осылай тағы да қарастырып кетейік. Мысалға, короліміз бізде D1 және D2 шаршысына жүре алмайды. Неге? Өйткені онда шақтың жолы тұр, ладьяның жолы тұр. Ладьяның жолы тұр. Яғни ол болған жүрген уақытта ол шаққа түсіп қалуы мүмкін. Сол себепті де король басқа жолдармен жүре алады. Король де бізде диагональ, вертикаль, горизонталь жолдармен жүре алады. Яғни ол қалай жие алады? Егерде мына ладьяның артында ешқандай қорғау болмаса, король оны қиналмай жие алуы мүмкін. Яғни ол мысалға мына жақтан келсе, мысалға бізде короліміз S3-те тұрса, қарсылас ойыншы бізге D3-тен келіп шақ беретін болса, онда неге артында ешқандай қорғау болмаса, мына ладьяны қорғап тұрмаса, онда біздің короліміз оны жие алуға мүмкіндігі бар. D3-тегі. Дәл солай, мысалға, конь келіп тұрса, конь мысалға мына жерге тұрған уақытта біздің короліміз мысалға С2-ден D3-ке барып, С4-тегі коньді жие алады. Пешка, қарсылас ойыншының пешкасы бізге шах берген уақытта D5-тегі пешканы оңай жие алады. Яғни король қарсылас ойыншының фигурасы оған қарсы келген уақытта, артында ешқандай қорғауы болмай тұрған уақытта, оны оңай жие алады. Ал егерде шах берген уақытта, ол король міндетті түрде басқа аймаққа орнын ауыстыруға міндетті. Бізде тақтадағы корольдің жүріс жолы осылай. Ең басты ереже, король корольге жақындамайды. Яғни оның қандай да бір арақашықтық сақталу керек. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда біз корольдің жүрісі туралы қарастырып өттік. Корольдің жүрісін сіздер түсінді, игерді деп ойлаймын. Сіздерге үйге тапсырма, корольдің жүрісін қайталауды тапсырамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздермен келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.